Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар, біздің бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы теңдеу, теңдеудің күрделірек түрі және оларды шешу. Бүгінгі сабақта балалар сендер сурет арқылы күрделі теңдеуді шешу жолдарын үйренетін боласыңдар. Алдымен балалар суретке назар аударайық. Сурет арқылы теңдеуді қалай құрастыру керек екенін үйренеміз. Суретте балалар теңестірілген, екі жағы теңестірілген таразыны көріп тұрмыз, міне. Таразының мұнда сол жақ бөлігінде салмағы белгісіз ыдыстағы құртпен 25 килограммдық құрт тұр. Екі осы ыдыстың салмағының қосындысы 47 килограммдық құртқа тең. Демек, балалар, бұл сурет арқылы біз x қосу 25 тең 47 деген теңдеу құрастырдық. Балалар, бұл қарапайым теңдеу. Бұнда балалар бірінші қосылғыш белгісіз, бірінші қосылғышты табу үшін біз қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Яғни x тең 47 мен 25-тің айырмасы. 47 мен 25-тің айырмасы, балалар, 22-ге тең. Тексереміз. x-тің орнына 22-ні қоямыз, яғни 22 қосу 25 тең 47. 22 мен 25-дің қосындысы 47-ге тең. 47 тең 47. Олай болса, балалар, біздің мұна белгісіз, салмағы белгісіз ыдыстағы құрттың массасы 22 килограммға тең екенін таптық. Енді, балалар, келесі теңдеуге назар аударайық. Балалар, бұл суретте де екі жағы теңестірілген таразыны көріп тұрмыз. Таразының сол жақ бөлігінде салмағы белгісіз ыдыстағы құртпен және 50 килограммдық құрт, ал таразының оң жақ бөлігінде 47 килограммдық құрт және 32 килограммдық құрт тұр. Осы суретке қарап, балалар, біз мынадай теңдеу құрастырамыз. x қосу 50 тең 47 қосу 32. Балалар, бұндағы біздің x дегеніміз белгісіз, белгісіз сан. Бұл, балалар, біз күрделі теңдеу құрастырдық. Бұл күрделі теңдеуді орындау үшін бізге қарапайым теңдеуге айналдыруымыз қажет. Ол үшін теңдіктің оң жақ бөлігіндегі белгілі қосылғыштарымызды қосып аламыз. Яғни 47 мен 32-нің қосындысы 79-ға тең. Сонда, балалар, біз x қосу 50 тең 79 деген қарапайым теңдеу құрастырдық. Енді бұнда да, балалар, бізде белгісіз болып тұрғаны бірінші қосылғыш. Бірінші қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен белгілі қосылғышты азайтамыз. Яғни x тең 79 мен 50-дің айырмасы. 79 мен 50-дің айырмасы, балалар, 29-ға тең. x тең 29. Ал енді тексерейік. Мұндағы x-тің орнына жаңа таптық 29 тең, яғни 29-ды қоямыз. 29 қосу 50 тең 47 қосу 32. 29 бен 50-дің қосындысы 79-ға тең, 47 мен 32-нің қосындысы да 79-ға тең. 79 тең 79. Тамаша, балалар. Енді келесі теңдеуге назар аударайық. Енді, балалар, бұл суретке де қарасақ, таразыны көріп тұрмыз. Екі жағы теңестірілген таразының. Тек мына сол жағындағы бөлігінде салмағы белгісіз қаптағы картоп, 14 килограммдық картоп және 25 килограммдық картопты көріп тұрмыз. Осы үш қаптағы картоптың массасы 50 килограммдық картоптың массасына тең. Демек, осы суретке қарап, балалар, біз мынадай теңдеу құрастырамыз. 14 қосу 25 қосу x тең 50. X дегеніміз белгісіз сан. Осы x-ті табу керек болады енді бізге. Балалар, бұл құрылымы күрделі теңдеу. Бұл теңдеуді орындау үшін, шешу үшін бізге бұны қарапайым теңдеуге айналдыруымыз қажет. Ол үшін біз белгілі мына тұрған қосылғыштардың қосындысының мәнін тауып аламыз. 14 пен 25-ның қосындысы 39-ға тең. Міне, балалар, біз мына тұрған 14 пен 25-ті қосып аламыз. Қосып аламыз да
39 екенін тауып аламыз. Яғни 39 қосу x тең 50 деген қарапайым теңдеу шығардық. Енді бұл теңдеуде балалар бізде белгісіз болып тұрғаны екінші қосылғыш. Екінші қосылғышты табу үшін қосындының мәнінен белгілі, бұнда бізде бірінші қосылғыш, соны азайтамыз. Яғни x тең 50 азайту 39. 50 мен 39-дың айырмасы балалар нешеге тең? 11-ге тең. Яғни x тең 11. Тексереміз. 14 қосу 25, қосу мына тұрған x-тің орнына біз балалар 11-ді қоямыз. Міне 11 тең 50. 14 пен 25-дің қосындысы 39-ға тең. 39 пен 11-дің қосындысы 50-ге тең. Яғни 50 тең 50. Жақсы балалар. Енді тағы да келесі теңдеуге назар аударайық. Келесі теңдеуіміз балалар мынадай. А азайту 56 тең 14 қосу 8. Балалар, бұл да құрылымы күрделі теңдеу. Бұл құрылымы күрделі теңдеуді қарапайым теңдеуге айналдыру үшін теңдіктің оң жақ бөлігіндегі белгілі мына тұрған сандарды қосып аламыз. 14 пен 8-дің қосындысы балалар 22-ге тең. Міне, А азайту 56 тең 22 деген қарапайым теңдеу құрастырып алдық, шығарып алдық. Енді бұнда бізде белгісіз болып тұрғаны азайғыш. Міне. Енді бұл азайғышты табу үшін бізге айырманың мәніне азайтқышты қосу керек. Міне 22 қосу 56. 22 мен 56-ның қосындысы балалар 78. А тең 78. Тексерейік. Мына тұрған А-ның орнына 78-ді қоямыз, яғни 78 азайту 56 тең 14 қосу 8. 78 пен 56-ның айырмасы балалар 22-ге тең, 14 пен 8-дің қосындысы 22-ге тең. 22 тең 22. Жақсы балалар, тағы да келесі теңдеуге назар аударайық. Балалар, бұнда бізде мынада теңдеу тұр. S азайту жақша ішінде 25 пен 7-ның қосындысы тең 49. Енді бұл теңдеуді де шешу үшін бұны қарапайым теңдеуге айналдырайық. Бұнда балалар бізде азайтқыш белгісіз. Азайтқышымыз бірақ жақшаның ішінде қосынды түрінде берілген. Қарапайым теңдеуге айналдыру үшін 25 пен 7-ні қосамыз, 32. Сонда біз балалар S азайту 32 тең 49 деген қарапайым теңдеу шығарып алдық. Енді бұнда балалар бізде белгісіз болып тұрғаны азайғыш. Азайғышты табу үшін айырманың мәніне азайтқышты қосамыз. Яғни 49 қосу 32. S тең 81. Тексерейік. S-тің орнына мұна жаңа тауып алған 81-ді қоямыз. 81 азайту жақша ішінде 25 пен 7-ның қосындысы тең 49. 25 пен 7-ның қосындысы 32-ге тең. 81-ден 32-ні азайтқанымызда балалар 49. 49 тең 49. Енді балалар, біздің бүгінгі сабағымыз осымен тамам. Балалар, біз бүгін әртүрлі жұмыстар жасадық. Сурет арқылы қарапайым теңдеу құрастырдық, күрделі теңдеу құрастырдық. Күрделі теңдеуді қалайша шешу керек екен оңай жолдарын үйрендік. Балалар, ең басты назарға алатын нәрсе ол осы теңдеуді шешудегі ереже. Яғни балалар, теңдеудің күрделірек түрін шешу үшін алдымен теңдіктің белгілі оң немесе сол жағын есептеп қарапайым түрге келтіріп алу керек. Балалар, егер де кез келген теңдеуді орындарда осы ережені басты назарда алсаңдар, теңдеуді орындау өте оңай болады. Ендеше балалар, осымен сендерге сау болыңыздар деп айтқым келеді. Келесі кездескенше.